Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Осы PowerPoint бағдарламасында жасалған кезекті ойындардың бірі. Мен осы ойын туралы сіздерге көрсетейін. Осы шаблон туралы мен алдыңғы неде көрсеткен бір видеода. Мына жердегі планеталар негізі бір рет үстіне басқан кезде айналады. Айналып тұрған осы планеталарға мына жерде сұрақтар. Мына жерде біз мысалы Сатурнға бассақ, мысалы мына жерде Сатурнның сұрағы шығады. Мен мына жерге сұрақ жазыңыз деген жерге мына жер өшіріледі. Міне өшіріп, осы жерге сұрағын жазасыздар. Дұрыс жауап деген жерге дұрыс жауабын, сосын варианттарына қате жауап варианттарын жазасыз. Одан кейін мынау бізде анимация гиперссылка қойылған, мына жерде ашылады. Бұл ойын қалай ойналады? Мен комментарий бөлімінен алғаннан кейін осы не бойынша сұрақтарын жазып шығасыздар. Әр планетаға өзінің сұрақтарын жазылады. Соған сәйкес келетін, болмаса сол мысалы физика немесе жаңағы география қайсы пәнге келеді, соған келтіріп өзінің басқаша сұрақтарын да қойсаңыздар болады. И сол бойынша ойнатасыздар. Енді ойын шарты қалай? Мынаны басады, оқушы таңдайды, мына жерде планетаны таңдайды, одан кейін сұрақ ашылады. Сұрақ ашылғаннан кейін мынау бізде тайм сырасы кетеді, уақыт. Осы уақыттың ішінде ойланады, қысқа уақыт өте. Осы уақыт біткеннен кейін жауап береді. Жауап бергеннен кейін мынаған бір рет басып, мынаған келеді. Енді мынаның мен айналатынын қазір тағы бір рет көрсетейін. Мына қалғандар жаңа мен көрсеткендей істейді. Мынау қалай айналады? Мынау осы жерде мысалы мынаған бір рет басқан кезде, мысалы мынау мешітті бір рет басты ма, Меркурий айналды бірінші, осы жақыннан бастайды. Одан кейін шолпан жұлдызы, одан кейін жер, жерден кейін Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Бәрі айналып тұр, бұлай осылай айналады. Осы айналып тұрған жерінен де таңдауға болады. Бұлай таңдайды, мысалы Юпитердің үстіне бастым. Осы жерде Юпитердің сұрағы ашылады. Одан кейін осы жерде несі кеткеннен кейін, тайм біткеннен кейін уақыт мынаған белгілейді, мысалы. Сосын қайтадан мынаған басамыз, мына жерге қайтады. Жалпы негіз түсінікті деп ойлаймын, шаблон.